8000 қазақстандықтың құқығы қорғалды. Биыл күшіне енген азаматтық процессуалдық кодекстің алғашқы айлардағы нәтижесі осындай. Қаңтар айының басынан 6000 азаматтың дауы жеңілдетілген тәртіпте қаралған. Соның 5000-да екі тарап мәмілеге келген. Мамандардың айтуынша қазір азаматтық дауларды ыңғайлы әрі жылдам қарауға мүмкіндік бар. Бұл туралы бүгін Алматыда азаматтық процессуалдық заңнаманы жаңғырту сот төрелігі және құқық қорғау қызметі тиімділігінің кепілі тақырыбында өткен халықаралық конференцияда айтылды. Жиынға сот және құқық қорғау органдарының өкілдері, заң шығару саласындағы шетелдік сарапшылар мен халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты. Қазақстандық сот жүйесі қазір 3 жүйелі сот жүйесіне ауыстық. Ол істердің сөз бұйдалаға салынбай, тезірек шешім табуына және азаматтардың өздерінің құқын кеңінен қолдануына, қорғау табуына соттардан соған лайықталған жаңа заңнама және соңғы мына қоғамдық сұрақ жауап көрсеткендей, қазақстандықтар сот жүйесіне деген өздерінің сенімділігі артып келетқанын байқатады.